типіне жатады. Және Python тілінде осындай мәтіндік деректермен жұмыс істеуді қалай атаймыз? Міне, суреттегі берілген мәтіндер не деді? Суреттегі программа коды қандай деректер типіне жатады? Және Python тілінде осындай мәтіндік деректермен жұмыс істеуді қалай атаймыз? Қалай атаймыз? Міне қараймыз. Енді қазір компьютермен жұмыс отырамыз. Python программалау тониді қосамыз. Біздегі берілген кодтар берілген болса, сол кодтың мәнінің нәтижесі қалай шығар екен, соған тоқталып өтетін боламыз. Кәнекей отырамыз. Жаңа біз функцияның мәндерін айтқан болсақ, түрлерін айтқан болдық. Сол жерде айтымды мәндер деген не? Диана. Функцияның жұмысын аяқтағаннан кейін қайтатын нәтиже. Айда. Айтымды мәндер деген не? Қайда оқитамыз? Қоса аламыз. Нәтиже деген мағынаны береді. Нәтиже деген мағынаны береді. Не? Отыра Функцияның мәндері. Функцияның мәндері деген. Одан кейін арқылай 7-ші класста бастағаннан кейін 8-ші класста біз уже while, for, break символдарымен қалай жұмыс жасау керектігін тоқтатамыз. 9-ші сыныпта уже біз Python программалаудың кішігірім тоқталып болғаннан кейін 10-ші сыныпта біз уже соның ішінде Python программалау тілінде жолдармен жұмыс жасау тақырыбына тоқталатын боламыз. Жолдармен жұмыс жасау кезінде Pythonда бізде символдық жолдарға бүгін тоқталамыз. Символдық жол дегеніміз ол тізбектей орналасқан символдардың тізбегі. Learning Apps платформасында есептер берілген. Мына жерде бізде функциялар берілген, сол функцияның мәнін Learning Apps платформасында 8 тапсырма берілген, 8 тапсырманы жеке-жеке шығып орындаймыз. Ол жерде мына топтан қазір бастаймыз, 8 орындап қойып. Символдық жолдарға қолданылатын амалдарды кесте түрінде жазыңыздар. Міне, жаңа бізде кесте түрінде жазыңыздар деген, иә, 4-ші кесте. Сол 4-ші кестені кесте түрінде орындап сызып жазамыз, иә. Иә, екеуі бірге, 4-ші кесте. Бірге бәрін түсіндіреміз, бірге сызамыз, біріктіріп өтеміз. Иә, 4-ші кестені сызамыз, мысал үшін, мысал үшін қандай қызмет атқарады? Мәнді береді. Д-да ондық, Ай-да бүтін, У-да ондық, О-да 8-дік, X-те 16-лық, тағы X-те үлкен регистрдегі 16-лық. Е-де freezing point X экспонент кіші регистрлік, тағы бір Е-де freezing point үлкен регистрлік. Біледі? F. Аружан. F-ті floating point деген, в общем, құны жазған кезде осымен шығады, тониға. Үлкен құны жазған кезде floating point decimal шығады. G-ні жазған кезде? G емес, G. G-ді жазған кезде, в общем, кішкентай G-ді жазған кезде, E-мен үлкен кішкентай E-мен кішкентай F шығады. Ал үлкен С-ні жазған кезде, үлкен мен кішкентай шығады.
ал ең соңғысында процентті жазбайын. символдық процент. Символдық процент. Жақсы. Отырыңыз. әр адам жұмыс жасаған кезде бірінші қолданады тұру қажет деп біліп жолға деп жаздық. Екіншісі бізде кодтар бізде S мәні жолдық мәні береді, C мәні символдық мәні, D мәні ондық және I мәні бүтін, U ондық, O мәні 8-дік, X кішкентай X бізде 16-лық мән береді, үлкен X үлкен поинтті береді, E бізде floating point Excel береді. Одан кейін бізде F мәні floating decimal береді. Үлкен F болатын болса floating decimal F береді. G бізде floating point B мән береді. Ал C бізде floating point E мән береді. Ең соңында бізде пайыз мәні символдық пайыз мән береді. Жақсы, жарайсыздар. Ол үй тапсырманы бермес бұрын сіздерге бағалау парағын беріп өтейін. Мына жерде бағалау парағы топқа береді. Бұл топта әркім өзінің жоғары жағына атын жазып қоямыз. Бөлім топтағы топ басында жерде бөлім, мына жерде алуда. Екі топ басы аттарын жазып қоямыз. Қазір берілген тапсырмаларды бағалап, общий соңында жалпы балын шығарамыз. Сол кезде қай топта қанша бал, қай топ қай жерде жеңіске жетті, соған тоқталатын боламыз. Орнымыздан барлығымыз тұрамыз. Орнымыздан барлығымыз тұрамыз.